мысалы бізде әділетсіздік мынандай мәселеде болады. Бала үйленеді, әйелді шешесінің қасына тастайды. Содан кейін өзі кетеді жұмысқа. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл. Бұл күйеуге шықты ғой, бұл енеге шыққан жоқ. Бұған қасына жар керек, біреумен үйлену керек, біреумен сыр бөлісу керек, біреумен ойнау керек, қалжыңдау керек. Бұл құл сияқты болады, бұл үйдегі домработница. Ол 100 жерден енемен тіл тауып, екеуі бірге жатып, бірге тұрсын, бұлған күйеу керек. Бұл бірінші жағдайда. Ұстамау керек па? Екінші жағдайда, мынаны бәленбайдың қызын ал, немесе зорлап үйлендіреді ата-ана. Зорлап үйлендіреді. Кімнің қызын алайын? Бәленің қызын. Сонымен зорлап, ол қызды көндіріп үйге әкеледі. Сол мамасы айтады, сен үйлен деп айттың, міне саған әкелдім. Енді өзім тұра беріңдер деп, бала ары қарай өзінің жеңіл жүрісін немесе басқа тірлігімен кете береді. Біз өзімізді ойлап жатырмыз да, ененің жағдайы жақсы болу керек, ене көңілі тоқ болу керек. Бұл не адам емес пе не? Бұл неге ақысы тапталу керек бұл келіннің? Бұл күйеуге шықты. Содан кейін біраз жылдан кейін бұның да кішкене тырнақтар өсе бастағанда, бұл да құтыра бастайды. Мен де кетемін. Бұл әйелдердің көбінің жаңағы қорғанатын шебі, бұлардың шебі бала болады. Бала дүниеге келгенде, жаңа келін кетем деп қорқытады, кемпірлері өлем деп қорқытады, ағайын туған туысқандар группадан шығып кетіп ол қорқытады. Сонымен ортада бет айланбақта қалып қалады. Бұл жерде ең қорлыққа түсетін перзент қорлыққа түседі. Сондықтан айтқан болар едім, әр жерде қарап көру керек. Балаңыз жаңа ынжық болса, онда ата-ана жығылу керек шығар. Жығылу керек шығар. Жоқ, сен мен қасында боласың, ауылда тұруымыз керек деген ол қазіргі заманымызда, жаңағы кеше президентіміз айтқанда, біз ел көріп, жер көріп, жаһандану заманында мүмкін бүйтіп жолын кеспеу керек шығар. Енді шариғат бұйырады, ата-ана дімкәс болса, әлсіз болса, жүре алмайтын болса, сен аспанды тірейтін болсаң да, онда ата-анаңның қасында болу керек, немесе ата-ананың қасына алып келу керек. Және сол кезде жұмыс істеп жатырмын деп, келіннің де ақысы аяққа тапталмау керек. Бұл жерде ең алтын көпір жаңағы айналып келген ұлымыз болу керек. Ұлымыз барлығының көңілін тауып, ортадағы қазір кім айтқанда 5 аспап азамат болу керек.